Бухгалтерлік есеп негіздері пәні дайындаған Берікбаева Аяулым Есімқызы. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз бухгалтерлік есеп. Нені білу керекпіз? Бухгалтерлік есеп пәні нені оқытады, қандай қызметтер атқарады және зерттеу әдістері қандай? Бухгалтерлік есеп жөніндегі Қазақстан Республикасы 13 қазан күні 1996 жылғы заңында осы қаржылық қорытынды есеп дайындау және тапсыру жөніндегі тұжырымдама жасалды. Бухгалтерлік есептің пайда болып қалыптасуына мынандай кезеңдерге бөлуге болады. Ежелгі дүние және орта ғасырлық және резонанс пен қосарлы бухгалтерліктің пайда болуы, ғылымның пайда болуы 19 ғасырдың екінші жартысында және 20 ғасырда бухгалтерлік есептің үдемелілігі. Бухгалтерлік есепті негізгі 3 қызметке бөліп қарастырамыз: бақылау қызметі, меншікті сақтау қамтамасыз ету, информациялық қызмет деп. Бухгалтерлік шығындар. Бухгалтерлік шығындар дегеніміз өнімнің белгілі бір мөлшерін өндіруге нақты жұмсалған өндіріс факт шығындарын айтамыз. Баланс. Балансты біз екіге бөліп қарастырамыз: активті және пассивті деп. Активті дегеніміз бұл шаруашылық құралдарының құрамы, орналастырылуы және құралдардың пайдаланылуы көрсетілген шоттарды жатқызамыз. Пассивті шоттар бұл шаруашылық құралдарының құрылу көздері мен қаражаттардың мақсатты бағытталу көрсетілген шоттарды айтамыз. Активті шот өзі дебет және кредит деп екі бағанаға бөліп қарастырылады. Бұнда дебетте бастапқы құн, яғни кассада болған ақша, ал кредит бойынша ол осы минусовать етіліп отырған ақшадан алынып отырған ақшаның мөлшері көрсетіліп отырылады. Бұнда негізгі бухгалтерлік есеп шоттарда жазылған әрекеттер сомасы айналым деп аталады. Мұнда ана жерде формула көрсетілген: соңғы қалдық ол бастапқы құнмен дебет бойынша айналым, одан біз кредит бойынша айналымды алып тастаймыз. Активті шоттарда қалдық тек қана дебиттік немесе нөлге тең болуы мүмкін. Бухгалтерлік баланстың құрамы активтер және пассивтер деп екіге бөлініп қарастырылады. Активтерге қысқа мерзімді активтер, ұзақ мерзімді активтер жатады. Ал пассивтерге қысқа мерзімді міндеттемелер, ұзақ мерзімді міндеттемелер және капитал жатқызамыз. Есеп саясаты деп ұйымдар шаруашылық қызметі өрісінің ең іс тәжірибесінде қолданылатын, таңдалып алынған және сабақтастықпен жүргізілетін бухгалтерлік есеп жүйесіне тән ішкі ережелер жиынтығын айтамыз. Бухгалтерлік баланс ұйымның ресурстарын қызмет процесінде оның түрі мен пайдалану уақыты бойынша және олардың құралу көздерінің мақсатты пайдаланылуы бойынша ақшалай өлшемде белгілі бекітілген мерзімге жинақтап топтастыруды бухгалтерлік баланс деп атаймыз. Бухгалтерлік есептің әдістері: құжаттандыру, түгендеу, бағалау, калькуляция, бухгалтерлік шоттар, екі жақты жазу, бухгалтерлік баланс және есептілік деп осы әдістер қолданылады. Касса дегеніміз не? Қолма-қол ақшалармен жұмыс жасалынатын және бұларда дыбыстық қондырғысы бар, терезелері бәрі жабылған бөлмеде орналасқан бұл аппарат болып табылады. Касса операцияларын орындайды. Бұнда касса кассирге жүктеледі. Бухгалтерлік есептің тәсілдері мен әдістері бір-бірімен тығыз байланысты болып келеді. Бухгалтерлік есеп жүйесі үздіксіз қызмет істеп отырады. Негізгі қажетті ұйымдарды нақты ақпараттармен қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Бүгін біз не білдік? Бухгалтерлік есеп пәні нені оқытатыны туралы, қандай қызметтер атқарады және зерттеу әдістері қандай екенін. Үйге тапсырма: тақырыпты оқу, термин сөздер жаттап алу және дәптерге жазу. Назарларыңызға рахмет.